Саламатсыздар ма? Қалғанда жоқпын. Саламатсыздар ма, студенттер? Қош келдіңіздер. Бүгінгі күннің тақырыбы жобаны жүзеге асыру жұмыстарының мазмұны. Мына тақырыпты асықпай дәптерге отырып жазып аламыз. Біздер жоспар бойынша осы жерге орналастыру жобалау сабағынан курстық жұмыс жазамыз. Яғни ішкі шаруашылық жерге орналастыру жұмыстарын жобалау бойынша курстық жұмыстар, мен оны өткен сабақтарда айтқанмын. Енді ол курстық жұмысты жазбастан бұрын біздер жалпы жобаны жүзеге асыру жұмыстарының мазмұнына тоқталып өтуіміз қажет. Яғни жоспары бойынша жерге орналастырудың ғылыми негіздерін, жобалауды жүзеге асыруда жалпы ережелері мен бірыңғай талаптарын, жобаны жүзеге асыру реттілігін білуіміз қажет. Сол бойынша мен сіздерге мынандай лекцияны ұсынып отырмын. Ол лекцияның ішінде қаралатын мәселелер жоғарыдағыдай, және осы лекция бойынша сіздерге мынандай бақылау сұрақтарын беріп отырмын. Бақылау сұрақтары сіздерден көрініп тұр ғой, иә? Міне мынау бақылау сұрақтары. Бұл бақылау сұрақтарын мен Платонус бағдарламасына ілемін. Платонуспен қалай жұмыс жасау керек екенін білеміз. Сол тапсырма ілінгеннен кейін осы бақылау жұмыстарына жауап беру үшін мен сіздерге манаға осы документті іліп қоямын, прикрепленный файлға. Және сонымен қосымша әдебиеттермен де жұмыс жасауларыңызға болады. Ол мысалы жер кодексі және мына землеустроительное проектирование кітабы Кирюхинаның, сосын Гендельманның землеустроительное проектирование кітаптары. Осындай әдебиеттерді қолданып және интернет желілерін пайдаланып осы сұрақтарға жауап бере аласыздар. Жауап беру уақыты 24 сағаттың ішінде. Қандай сұрақтарыңыз бар? Бұл бұның Платонусқа ілеміз да, бұны сізге Платонустан жібереміз ба? Мен бүгін сіздермен осы лекцияны таныстырып өтемін. Сонан кейін бұл бақылау сұрақтарды тапсырма ретінде Платонусқа ілемін. Сол күнде сіздер ілінген бойда жауап бересіздер. Түсінікті ғой, иә? Бірінші қазір мына лекциямен танысып аламыз. Бұл лекцияны WhatsApp-пен де жібереміз сіздерге. Және Платонуста да ілініп тұрады, кейсидің ішінде қарасаңдар, лекция ілініп тұрады. Жалпы біздер білеміз, жобалау дегеніміз жерге орналастыру процестерінің ең маңызды, көлемді және күрделі кезеңі болып саналады. Жобаны жасау және оны негіздеу жерге орналастыру іс барысының ең маңызды кезеңі. Жобаны жасаған кезде экологиялық, әлеуметтік және заңдылық жақтарынан жан-жақты қаралады, оның әдістері болады, нормалары бар. Жер заңдылығы бойынша бірде-бір мекеме, бірде-бір ұйым құрылыс жүргізу жұмыстарын, жер бөлу жобасы бойынша жер бетінде берілетін жер учаскесінің шекарасы түсірілмей, оның мөлшері анықталмай бастауға тиісті емес. Сондықтан ең басты жерге орналастыру жұмыстары жүргізілуі тиіс. Диас, сен жақсы білетін боларсың ол туралы, иә? Осы жерге орналастыру жұмыстары туралы жақсы білетін боларсың. Жерге орналастыруға қандай пәндер тікелей байланысты екенін білеміз, иә? Біздер қазіргі оқып жатқан жерге орналастыру жобалау пәні. Сосын тағы қандай пәндер кіреді осы жерге орналастыру жұмыстарына? Геодезия кіреді. Міндетті түрде, иә, топографиялық және геодезиялық іздестіру жұмыстары кіреді. Және жер қатынастарын реттеу және жер кадастры деген сабағымыз бар ғой, иә? Ол да міндетті түрде мына нормалар мен ережелерді орындау үшін осы пәнге байланысты. Сонымен қатар алдыңғы бірінші семестрде оқып кеттік, жерге орналастыру жұмыстарын ұйымдастыру және экономикасы. Экономикасын есептемей жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу мүмкін емес. Бұл пәннен біздер курстық жұмысты да қорғадық. Енді осындай қысқаша фактілер келтіріледі осы лекцияның ішінде. Сонымен қатар жобалау жұмыстарын жүргізу үшін қандай схемалар қажет, қандай жұмыстар жүргізу керек, бірінші былай жасау керек, екінші былай жасау керек деп осы лекцияның ішінде нақты көрсетілген. Бірақ енді қазіргі кезде нақты оның қатып қалған несі жоқ, бірақ заңдылыққа, талаптарға бағынуға міндетті
міндеттіміз. Ол әрбір жердің несіне, жергілікті жеріне байланысты жүргізіледі. Оны білеміз ғой, да? Мысалы, жер деген ол әр жерде әртүрлі ғой. Мысалы, Махамбеттің жері басқаша болуы мүмкін. Біздің өзіміздің Атыраудың жері де жайыққа жақын жерлерді білеміз, да? Құнарлы, топырақты, жақсы егін шаруашылығын жүргізуге өте жақсы. Ал неде кішкене мына шет жақтарда тұзды топырақты жерлер, сортаң жерлер, ол жерлерге өсімдік өсіру мүмкін емес. Жерге орналасу тек қана ауыл шаруашылығында да жүргізіле бермейді, оны да білеміз. Өнеркәсіпте де, мысалы, шаруашылықта жерге орналастыру жүргізіледі. Қандай сұрақтарыңыз бар, сұрақ қойыңыздар осы неге байланысты, лекцияға байланысты. Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Нұрсая, апай. Платонспен жұмыс жасауды үйрендік қой, е? Иә, үйрендік қой. Негізі, бірақ ана тапсырманы орындаймын ғой. Мысалы, мен ананы жіберілмейді, мен жібере алмаймын. Бәлен бет жіберемін ғой, мен сізге кеше айттым ғой. Бәлен бет жіберілмейді. Қиындық жағдайлар туындаса, өзіме хабарласарсың. Мен көмектесем ғой. Дейтін, бәлен бет қылмай шрифтін құттың қылып дейсің, болды. Бәлен бет жіберуге болады ма? 2 фото жіберуге болады. Жоқ, просто шрифтін құтты қылып жасам болды деген ғой негізі. Шрифтін 8 қылып қоясың болды, ең құттайын. Сонда бәрі сет.